Бізде ең мықты деген операцияның өзі көмектесе алмайтын науқастар да бар. Олардың өміріне тек донорлар ғана араша бола алады. Бірақ өкініштісі соңғы жылдары донор таппай жан тапсыратындар көбейіп барады. 2017 жылы 91 адам, 2018 жылы 120, ал былтыр 150-дей жан ағза алмастыру операциясына жете алмай көз жұмған. Ал ең өкініштісі соңғы 8 ай бойы бірде-бір ағза ауыстыру операциясы жасалмапты. Иә, оның басты себебі донор жоқ. Әрине, әркімнің пайым түсінігі әрқилы. Донор бол деп талап қоюға да ешкімнің қақысы жоқ. Десе де, соңғы кезде бұл мәселе жиі талқыланып жүр. Қазіргі күні парламент қабырғасында қаралып жатқан денсаулық кодексінде де көтерілді. Құжатқа енгізілетін өзгерістер донор санын арттыра ма? Шынар Асанқызының материалын көрейік. Өзгелер үшін жай ғана темір-терсек боп көрінуі мүмкін. Бірақ Талғат Айнақұловтың өмірі 4 жылдан бері осы темірге тәуелді. Жүрегінің қызметін нашарлаған соң дәрігерлер осыны орнатып берді. Темір жүрегін иығындағы қара сөмкесіне салып 24 сағат бойы қызғыштай қорып жүреді. Өйткені қуаты бітсе, су тисе, бір жері бүлінсе, аппарат қызметін кілт тоқтатуы мүмкін. Ал ол тоқтаса не боларын ойлаудың өзі қорқынышты. Мына менің жүрегім механикалық. Күнделікті өмірім осы жүрекпен өмір сүрудемін. Енді маған өмір беріп отырған осы жүрек болғандықтан мен өзім жүрегімде қабыл аламын. 3 килограммды күнделікті күні-түні көтеріп жүру, или тұрсаңыз да, отырсаңыз да ыңғайсыздығы бар. Талғаттың өмірін ұзартатын бір ғана нәрсе бар. Ол донордың жүрегі. Бірақ 8 айдан бері жүрек трансплантациясы тоқтап тұр. Өйткені донор жоқ. Қазір елімізде Талғат секілді 3 мыңнан аса адам ағза ауыстыруға мұқтаж. Оның 2700-іне бүйрек, 300-іне бауыр, 120-сына жүрек керек. Ал 7 науқастың тез арада өкпесін ауыстырмаса болмайды. Бұл 3 мың жанның бір ғана тілегі бар. Донор табылса екен дейді. Әйтпесе, бүгін ертең арғы дүниеге аттанып кетуі әбден мүмкін. Оның арасында балалар да бар, жас адамдар көбінесе. Көбінесе осы 18-25 жас аралығындағы адамдар. Қазіргі кезде осы көп адамдар, осы күту парағындағы адамдар өліп қалғандары да бар. Қазір кез келген жан көз тірісінде емханаға барып донорлыққа келісетін не келіспейтінін көрсете алады. Бұл ақпарат қашан өмірден өткенше құпия сақталады. Бірақ профессор Жақсылық Досқалиев еш нәрсені жасырмайды. Ол көз тірісінде донор болуға келісім беріп қойған санаулылардың бірі. Әрине, мен түсінем, біреудің жалғызы болар, біреудің енді асырап отырған адамы болар. Мен оның барлығында түсіремін. Енді қайтыс болғаннан кейін ол адам қайтып келмейді, соны түсіну керек. Ал енді қайтқаннан кейін сол ағзасын алуға рұқсат берейік деп мен шақырам қазақстандықтан. Дамыған елдерде солай. Қазір дін өкілдері де шариғат талаптарына сүйеніп донорлыққа рұқсат беріп отыр. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ғұламалар кеңесі арнайы пәтуа да шығарды. Ағзаны ауыстыру тірі адамнан болуы мүмкін, немесе дүниеден өткен адамнан болуы мүмкін. Тірі адам болатын болса, мысалы, егер ол мынау дәрігерлер осы ауырып жатқан адамның емі осы дейтін болса, енді өлі адамнан мысалы ауыстыруға келетін болсақ, ол өлі жаңа дүниеден өткен адам анық дүниеден өткен адам болу керек. Яғни жаны тәннен ажыраған болу керек. Бұған дейінгі денсаулық кодексінде мәйіттің ағзасын еш сұраусыз ала беруге болатыны көрсетілген еді. Бірақ қазақы қалыпқа сай дәрігерлер қаза болған адамның туыстарынан рұқсат сұрап келген. Десе де заңдағы бұл тәртіп қоғамның қарсылығын тудырды. Сондықтан құжаттың жаңа жобасында мәйіттің ағзасын тек туыстарының рұқсатымен алынатыны жазылған. Бірақ ағзасын беруге қоғамның көзқарасы өзгермей, ешбір құжат донор тапшылығын жоя алмасы анық. Сонысы өкінішті. Шынар Асанқызы, Есбол Жамшитов, Жандос Сұлтанғазы, қорытынды жаңалықтар.